Барлықтарыңа сәлем. Бұл видеода сіздерге толықтай про компанияны сатып алғаннан кейін оны біз қалай қосамыз, қалай жұмыс жасаймыз, қандай правиласы бар, сол жайлы толықтай айтып беремін. Алдымен қысқада нұсқа. Егер сіздер менің сілтемем арқылы өтіп регистрация жасаған болсаңыз, сіздерде уже скидка болу керек. Скидка болмаса, онда как минимум бір бонустар немесе кэшбэктер келеді. Сілтемесі бұл видеоның астында. Енді менің рекомендациям ол әрине Stellar Two-Step. Я одношаговый, обычный и және без всяких экзаменов дейтін версиясы бар, бірақ ең жақсысы ол двухшаговый. Ол қалай сонда? Мысалы үшін Stellar 2 степқа өткеннен кейін сіздер $6000 сатып алыңыздар $60. Сіздерге сатып алғаннан кейін почталарыңызға келеді аккаунт. Мысалы үшін мен қазір сатып алдым $25000. Бұл әзірше демо аккаунт. Менің задачам осы демо аккаунтты плюсқа шығару. Плюсқа шыққан жағдайда сіздерге бұл ақшаны реал беретін болады. Ендігі мәселе неде? Мысалы үшін менікі $25000. Маған табысқа шығу үшін, және челлендж өту үшін бірінші фазада, мне phase 1 деп тұр ғой, бірінші фазада маған 8% табыс жасау керек. Осы $25000 үстінен. Оны өткеннен кейін маған дәл осындай аккаунт тағы да біреу береді. Екіншісі келген соң мен қайтадан бастаймын. Екіншісінде фаза 2 маған 5% табыс жасау керек. Одан кейін үшіншісі $25000 уже реал аккаунт береді, тура осы правилалар қалай береді. Енді дегенмен кішігірім правилалар бар, ол сіз никак. Максимум loss limit ол менде минус 10%. Яғни осы $25000 общий $2500 мен жоғалтқан жағдайда, онда мен аккаунтым банға кетеді. Маған бәрін бастан бастауға керек болады. Daily loss limit бір күннің ішінде жасауға болмайды минус 5%. Бұл $1250. Ұмытпаңыздар, бұл daily loss limit ол постоянный 5%. Айтын кеп тұрғаны $25000 сіздер ертең 26000-ға жеткізген кезде менде минус 1250 и плюс тағы да $1000 рискке бар деп ойламаңыздар. Если сіздің шотыңызда 26000 болып кетсе, сол 26000-ның ішінен жаңағы 5% есептей береді. То есть реальный депозит қазір қандай болып тұр, сол депозиттан есептеліне береді. Ойламаңыздар, ертең мысалы үшін сізді 25000-ді 27000-ға көтерген кезде, ой, менде әлі ұтылуға болатын ақшам көп, мен рисковать ете аламын деп ойлап қалмаңыздар. Такое здесь запрещено. Сол, одан кейін минимум trading days ол 5 күн. Егер сіздер челленджді 2 күннің ішінде өткізсеңіздер де, сізге придется күтуге 5 шақты күн. 5 күннен кейін бірақ нәтижесі келеді. Алғашқы вывод табыстың ол 21 күннен кейін. Мысалы үшін $25000-ның бағасы $199. Ең арзаны әрине бұл бізде $6000, оның бағасы $59.99. Егер сіздер Stellar Lite деген өтетін болсаңыздар, принцип бұл жердің қатты айырмашылығы жоқ. $5000 ол бізде $32.99 тұрады. Әлде қайда арзан. Бұл жерде бірінші фаза тура сол 8% табысқа шығу керек. 8% прибыль жасағаннан кейін күтесіз, сіздің почтаңызға мына сияқты аккаунт тағы да біреу келеді. Одан кейін екінші фазада 4% жасау керек. Максимум loss limit ұтылып қалу болмайды 8%, и бір күннің ішінде минус 4% жасауға болмайды. Сол үшін ақырын торговать етіңіздер. Жақсы, сіздер мысалы үшін 5K аккаунт дегенді get планды бастыңыздар. MT5-ті қойдық. Мұнан бәрі қалай берсін, ештеңе жасап керек емес. Галочкаларды қойып сатып алғаннан кейін главный экранға кіріп өзіңіздің аккаунтына кіресіз. Міне аккаунт деген жерде. И осы жерде general аккаунт деген тұрады. Осы тұрған жерде дашбордты бассаңыздар, мұнда толықтай сіздің логиніңіз, серверіңіз және пароліңіз жазылып тұрады. Оны қалай тіркейсіздер? MetaTrader'ды ашқан соң телефонда, как обычно XM-ді немесе басқа да бір брокерді қалай тіркедіңіздер, дәл солай тіркейсіздер. Новый счет дегенді басу керек болады. Одан кейін новый счетті басқан соң сіздерге мына тұрған MT5 серверді, FundedNext сервер 2-ні копировать етіп алу керек те, қою керек поискке. Егер шықпаса, соңында 2 деген санды алып тастаңыздар. Сол кезде FundedNext LTD шығады, басасыздар.
Басқаннан кейін міне сервер Funded.net сервер 2, может быть сізде сервер 1, сервер 3 болуы мүмкін. Обязательно оны соңғы цифрасын тексеріп алыңыздар. Обычно всегда 2. Так, одан кейін логинді копировать етіп аласыздар да, тура солай. Логинге қоясыздар, а пароль, мына тұрған парольді view деген, көру дегенді басқаннан кейін ол сіздің почтаңызға келеді. Почтадан ашып, осы парольді қоя саласыздар. Бұл да кіргеннен кейін, в принципе, MetaTrader сіздер оны қостыңыздар, и дальше уже котировки деген жеріне өтіп, керек емес валютный параларды алып тастасаңыздар болады, керекті қоссаңыздар болады. Поискке, мысалы үшін, евро, доллар, how used, егер бізде XM-де обычно алтын, ол бізде gold болатын болса, gold, онда мына сияқты прокомпанияларда ол обычно бізде XAUUSD де жазылады. Осы XAUUSD жазылғаннан кейін тура сол алтынның екеуі бір негізінде. Осы алтын сіздерде ашылады. Алтынмен торговать ететін болсаңыздар. Жақсы. Что рекомендуется делать? В первую очередь, главный экранда, қайтадан аккаунт өтейік. Мына тұрған жерде Trading Rules деген правилалар бар. Бұны обязательно оқыңыздар. Мынаны басқан соң, сіздерде осының страница ашылады. Переводчик арқылы ағылшын тілінде болады, ол русскийді басып аудара салсаңыздар болады. Қандай стратегиялар жасауға болмайды, қандай ограничения бар и так далее. Қысқадан нұсқа айтатын болсақ, стратегияны өзгертуге болмайды. Я имею в виду, егер сіздер постоянно day trading, яғни бір күннің ішінде көп сделка ашатын болсаңыз, сонымен до конца жүру керексіз. Бір күні скальпинг, бір күні swing trading деген болмайды. Екінші момент, лотты көп өзгерте бермеңіздер. Егер сіздер $5000, примеру, $5000 шотқа орташа 0.05 лот алтын ашатын болсаңыздар, максимум 3 штук қана ашыңыздар, одан асырмаңыздар. То есть 0.05-тен buy деп біреу аштың, мысалы баға құлап ашқан кезде buy деп біреу аштың, баға бізде тағы да құлап кетті, тағы да біреу, и сәл құлады, тағы да біреу. То есть осыдан 3 штуктан асырма. Ол нарушение болып кетуі мүмкін. А валютный паралар вроде евро-доллар и так далее, ол жақта 5 штукқа дейін болады. Старайся асырмауға. Одан кейін кредитный плечо дейтін ұғым бар. Кредитный плечо бізде қандай беріледі? Кредитный плечо обычно форекске валютный параларға 100-ге 1. Яғни 0,1 лот евро-доллар, ол сенде примерно шығады $100. И депозиттің 70%-нен маржаны асырма. Айтын кеп тұрғаны, сенің шотында $5000 бар, өзін санап көрсең болады. Попробуй алтында 0.01 лот buy деп ашып көруге. Ештеңке кетпейді, бұл жерде ештеңке өзгермейді. Buy деп ашқаннан кейін обязательно маржа деген жеріне қарайтын болсаң MetaTrader'да, ол саған айтады, примерно қандай суммаға сен сделка ашып тұрсың. Допустим, $25 деп тұрады. Яғни сенің бір сделкаңның маржасы $25 тең. Яғни $25 сен төлеп тұрсың 0.01 лот сделка ашуға. Соответственно, 0.1 лотқа сен төлейсің $250. Осылай. Сенің шотында $5000 болса, осы $5000 ары кетсе $3000 ғанақ сделка аш. Қалған $2000 тиіспей қой. Өйткені ол нарушение болып кете алады. Толық стратегияның жаңағы правиласын бәрін оқып болады, қорқатын ештеңкесі жоқ. Енді менің нақты рекомендациям қандай? Главный экранда сіздерде free trial деген кнопка болады. Бесплатный проба. Бұлны өтпетсең ештеңке бермейді, бұл әшін тестировать ету үшін. Free trialды бастың, егер сен 25.000 сатып алсаң 25.000 қой, 6.000 сатып алсаң 6.000 қой, и просто бесплатный бір версиясын алсаң болады, get started деп. Ол не үшін? Саған пробный версиясын береді, сол пробный версиямен бір-екі рет сделканы ашып көріп, астыға, үстіге, лоттарды есептеп, можешь потренироваться, шұқылап примерно түсіну үшін. Потом барып, осыны жасап біткеннен кейін, өзіңе берген аккаунтпен жұмыс жасауды бастасаң болады. Вот как-то так. В принципе, сұрақтарың болса, бізге шығып жаза берсеңіздер болады, біз жауап беріп, әрине көмектесетін боламыз. Forex King дейтін телеграм каналда беретін сигналдарға, в принципе, пропшы компаниямен кірсеңіздер болады. Ең бастысы бұл жерде лотты есептеу, яғни күнделікті просадканы асырмау. Мысалы үшін $5000 күнделікті просадка 4% болса, осы ары кетсе 1% ғана риск қойсаң, минус 1% жасап қойдың ба, лучше торговляны тоқтат.
вот асықпай өтіп кетесің. Ең бастысы бұл жерде асығыс болмау керек. Тіпті 2 ай өтсе де 3 ай өтсе де самое главное өтіп кетсең болды, ары қарата уже жеңілдірек болады.